Енді міне нәуір есеп шығарайық балалар. Арган диаграммасын білеміз. Давайте арган диаграммасы сызайық. Арган диаграммасы сызбай тұрып алдымен сөз сызайық. Так, одан кейін арган диаграммасы. Одан кейін мына жақ бізде imaginary, мына бізде real болсын. Енді z-4, яғни мына жер 4 болсын, пусть мына жер 4. Мына жер 8, мына жақ 12 деген сияқты, да? Z пи-ден кіші, пи бөлінген 3-тен кіші, пи бөлінген 3 деген шамамен 60 градус. Мына жер тұрады, яғни пи бөлінген 3 деген шамамен 60 градус. Осылай болады екен. Сөйтіп біздің неміз бака түзуіміз осылай болсын. Біздің 60 градус дегеніміз осылар. 60 градустан үлкен, мына жаққа қарай кетіп жатыр. Пиден кіші. Есептің өзі айтып 60 градустан үлкен, яғни мына жер 60 градус. 60 градустан үлкен, 180 градустан былай қарай 180 көмеміз. Біздің неміз былай ешқандай былайынан түгелі. Бүкілі мынау өміз. Екінші z-12 уже мына жерден бастады. Енді оны басқа қарап бастан алайын. 5 пи бөлінген 6-дан 0-мен, яғни 0 деген мына жақ. Соны алайық. 0 деген былай. Осыдан бастайды да, одан кейін 5 пи бөлінген 150 градус. Екіншісі 150 градус. Былай қарай кетеді. Яғни мына жер 150 градус. 5 пи бөлінген 6 дегеніміз оны. Сонда мына жақ 30 градус. Бұл жерде балалар түгелін бөкі қараңыз, 30 градус, 60 градус болса, 90 градус екен білуіміз керекпіз біз. Енді осы екеуінің қиылысы, яғни міне екеуінің қиылысуын мен бір сарымен белгілеймін. Мынау бізде балалар сарымен белгілей қоямыз. Осы R. Бізде R оғылсын белгілеңіз деп тұрға. R оғылсын міне сары. Екеуінің қиылысы өтсіңіздер ғой. Осы жер R оғылсы. Міне осыған 3 балы белгілеген екен балалар. Енді арғай жалғастырайық, біріншісін біттік. R оғылысына тиісті болатын модуль ең кіші басқа комплексан модуль. Модульдің мағынасы балалар бізде яғни мынадан радиусқа башқа нөл нүктеден мына R-ға дейін қай арақашықтық ең қысқа. Енді қарайық, арақашықтық түзу. Мынау қысқа ма, мынау қысқа ма, мынау қысқа ма, ең қысқа арақашықтық қайсысы? Әрине біз білеміз геометрияда ең қысқа арақашықтық ол постоянно 90 градус болатын арақашықтық ең қысқа. Яғни мына өріміз бізде W. Мына өрнөктеміз W болады, ең қысқа арақашықтық бұл 90 градус болу керек. R оғысына тиісті, яғни мына нүктеміз осы оғысқа тиісті. Ең кіші, мына ұзындығы ең кіші болатын, радиусы ең кіші болатын сан таптық. Оны A түрінде бернөктеді. Енді бірінші мына арақашықтық тауып алайық. Мына арақашықтық неге тең екен? Не білеміз? Мына 90 градус болса бағана байқадым, әріптестер, мына 90 градус. Значит, мына жер қанша градус болар уже? 60 градус. Енді біз қазір білеміз, W тең радиус косинус фи плюс I синус фи деген. Бізде фиіміз уже білініп тұр. R дейік, косинус 60 градус плюс I синус 60 градус екен шығып тұр. Мына жерде 60 екен, біздің ақтан қайтып 90 градус. Енді R деген мынау ғой, как раздан ұзындығы мына R. Мынаған дейінгі ұзық қанша? Енді қараңыздар, 30 градус. Мынау общий қанша градус байқадыңдар екен? Мынау общий 12-ке тең ғой. 30 градусқа қарсы жатқан катет, мына тік бұрыш гипотенуза жарысты. 12 болса, значит, R-міз 6. Тең 6 косинус 60 градус деген турасын 3 бөлінген 2 ой, по-моему. Косинус 30 градус. Синус 30 градус 2-ден 1, косинус 60 градус 2-ден 1 екен. 2-ден 1 плюс I синус I. Турасын 3 бөлінген 2, синус 60 градус турасын 3 бөлінген 2. Жақшаны жасақ 3 плюс 3 турасын 3 I. Сөйтіп жауабымыз 3 турасын 3 I. Мынада 2 ақ бал берілген, меніңше керісінше мынаған көп бал беру керек.
Бірақ енді жауабымыз осылай болады. Осыны дұрыстап түсініп келіңдер балалар.